Жабын. Ауыз биллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум аға, қалдарыңыз қалай? Мен сізбен екінші сұхбатымызға да қош келдік. Енді алғашқы сұхбатымызда да біршама сұрақтар болып еді. Осы кейінгі осы сұхбатымызда да біраз сізге біраз сұрақтар қойып, бір толыққанды жауап алсақ, енді әңгіме барысында өзіңізді тағы да бір таныстыра кетсеңіз, аты жөніңізді айтып, қандай салада қазір қызмет жасап жатсыз, қандай ғылыми салада қызмет еттіңіз, өзіңіз жайлы кішкене толыққанды мағлұмат беріп жіберсеңіз, алғашқы тақырыбымыз осы болсын. Кейінгі сұрақтарға қазір жалғастыра жатармыз. Сөз ауыз сізде, кезек. Машалла, қазір заманда осы күндеген өтіп жатыр. Жұманың қалай келгенін білмейміз. Сол сияқты Алла тағала уақытымыз босқа кетпесін деп, осы Құранмен қайтыңыз. Дауысыңыз кішкене қаттырақ шығарсаңыз. Жоқ, өте жатырмыз. Естілмей жатыр. Ана естілген жоқ, естіп жоқ. Дауыс кетеді бәрі. Шықпайды, айтып беріңіз. Қиып сайламсың ана қызысын. Қайтыңыз. Және сізге сұрадық қой, өзіңіз жайлы алғашқы енді сұхбаттың екінші бөлімінде өзіңіз жайлы толыққанды мағлұмат беріп өтсеңіз, өз аты жөніңіз, кімсіз, қай жерде қызмет жасайсыз, қай салада қызмет еттіңіз? Жақсы, мен мына Үржар ауданы осы тау аймақтарда туған, атымды Нұрғазы деп, Нұр деп қойған. Себебі жаңбыр жауып тұрғанда тау бөктерінде әке-шешелеріміз малда жүргенде туып қалыппын. Сәуір айларында тудым. Және содан бері шешем, анашым сондай бір қасиетті адамдар болған. Осыған байланысты келіп тұр сөзінің ыңғайы. Ол кісі көшеге шығып бара жатса, ішемізге сатып, саудагермен жасады. Сол кезде күн ашылып кетеді. Содан ойлаймыз, бұл байқаусыздан болған шығар дейміз. Ұдайы солай болады. Одан кейін Елтай ауылында оған жалғыз апайым болған. Сол жаққа шығамын деп, енді шығамын деген кезде машина келіп алып кетеді. Машина алдында тосып тұрады. Сонда ойлайтынбыз, бұл қалай бұл кісінікі деп. Соны күлемізді қоямыз. Сөйтсе бұл кісі жай адам емес екен. Бұл кісінің ағалары бақсы болғанда, ағасының ағасы әулие болған, әулие. Әулиелік сипат адам болған. Ал енді өзімнің әке жағыма қараса, олар қажы, Құран ұстаған, Құран аударған. Соның бір шапағаты ғой деймін бойымызда. Бір кіші орында отырғызбай, Құран ұстасам жақсы болып қаламын. Кезінде музыка терапия дейді, домбыра ойнап, мысалы күй ойнасаң жақсы болып қаласың. Адамның ағзаларына әрбір нота тікелей әсер етеді екен. Құранның өзінде де әрбір дыбыстарында, бір дыбысының өзінде бір 28 әріптің біреуінде 10 сауап жазылады екен. Ал Құранды жақсы таза оқып нақышына келтірсең, бұл үлкен бақыт екен. Оған екінің бірінің қолынан келе бермейді. Және оны берген болса, намазбенен осы Құран оқуды берген болса, ол адам ең бақытты деген сөз. Кейбір адамдар бақытты, байлық болса бақыттымын дейді. Несін ауқатты болса бақытты дейді. Ең үлкен бағымыз біздің денсаулық деп ойлаймын. Денсаулық, соңғы бала шағамыз осы бақыт. Рухани бай болсақ бақытпыз. Денсаулық болса, қалғаны бәрі бақыт дәулет өзі келеді. Оның барлық оралуы өзіміздің әрекетімізге байланысты. Мысалы, ілім үйрену үшін Қытайдан болсын ізде дейді, бір әріп болса да. Біз мына Үржар ауданында тұрып жатырмыз, сол Үржар тау аймақта тұрғандықтан, Үржар ауданымызда міне жаңадан мешіт ашылып, міне енді кешке медресе ашылды. Оған жастарымыз оқып жатыр. Сол жастарымыз шығарған ептеп, ата-бабамызда бар бір ақылдықтың ептеген бір шалықтары бар еді. Ақыл ойды жаратты, кім береді талапты, ілім іздеп сиынсаң, сонда береді жәннатты. О дүниеге барғанда әкесі баласынан, баласы әкесінен қашатын күн туады екен. Сонда айтады екен, менің әкем үйретпеді, әкем айтпады дейді екен. Сондықтан балаларымызға осы ілім үйретіп, оқуға жіберіп, осылай жастайынан беретін болсақ бізді, о дүниеге барғанда біздің басымызға тәж кигізеді Алла. Соған жеткізсін Алла тағала. Сол ізденіс арқылы жүре, сол шешем туралы айтылып кетті ғой тема. Сол шешемнің жаңағындай қасиеттері аузынан бір сөз шығып кетсе, сол адамның атын атады ма, міндетті сол адам келеді. Соны біз дағдыранып алғанбыз. Ол кісі Орысхан деп өзінің апайының атын атаса, Орысхан жетіп келеді. Енді басқа біреудің атын атап қалса, сол жетіп келеді. Сонда ойлайтын біз қалай бұл кісі деп.
Сонымен сол кісі дүниеден өтті. Одан кейін кейбіреулерде бойында емшілік қасиет бар екен, ол кісі соны ұстамайды екен, ол кісі ұстамау үшін Алла өзі кешірсін, анда-санда арақ ішіп қояды. Сөйтсем арақ ішкенде періште де қашады екен, рух та қашады, арақ ішкен жерде жын болады екен. Ол адамды байлап тастап, ол кісі ол кезде көрген адамға тиісе беретін. Сөйтсе бұл иесін ұстамаған адам өте ауру деп есеп, кезінде кеңес үкіметінде иесі ұстап қалса сол адамды ауру деп неге жындыханаға тапсыра салатын. Қазіргі кезде дамыған иншалла. Қайсы жынды, қайсы психикаға ауырады, соның бәрін дәлелдеп қазіргі кезде біздерге еркіндік берді, тілімізге берді. Өзіңе көріктілің, құрайды ұлың, өшпесін ешқашанда шырайының. Егеменді ел болда керектегі жақсылыққа жеткізді Алла бүгін. Ал енді осы өзіңіздің мына өмір кезеңдегі маңызды тарихи оқиғаларды айтып берсеңіз, өйткені көрермендерге бізге қызықты сол сіз жайлы ақпарат, мағлұматтар алған. Ол енді өмір тарих болғанда содан барып қасиет бірден бірге алмасыпты, ақ бата ақ тілекпен арнасыпты, нағашы жұрт теке жиен тартар деген өзіме анашымнан жалғасып деп сол қасиетті бірте маған қона бастады. Өз жерінен сіз орынды айтып отырсыз. Себебі мен де сол қатты ауырып, одан кейін сол ауырғанда жаңа айттым ғой, ол жындыға пара-пар санайды. Сол кезде мені неге нетеміз деп, учетқа аламыз деп, сөйтіп ізденіс жасап, сөйтіп үкімет қолға ала бастады. Сөйтіп қолға алып жүргенде мен ақырын спортпен айналысып, ля илахамды айтып, білгенімді оқып сөйтіп жүріп, гимнастикадан сабақ бердім. Ол гимнастикадан сабақ беру акробатика дейді. Бұның өзінде де біреу маған шыт, басқа біреу өтірік түсінде көретінмін, балаларға сабақ беріп жатқанын көретінмін. Ол тегін емес екен. Шешем анандай болса, жүрген жерінде кетіп айтпақшы, кетіп бара жатқан жерде күн бұлттанып тұрғанда күн ашылып кетеді. Ал енді қазіргі кезде ешкімнен ондайды көрген емеспін негізінде. Сол кісінің анашымнан берген бүйтіп айтатын ақыл. Сен Құран ұстамасаң сенің жағдайың қиын болады деді. Шайтан байлап алады деді. Емшілік қасиеті бар екен, шайтан деген өш болады. Оның барлығы мен өзімнің әулие ағаларымнан бәрін естіп білгем деп сөйтеді бұл кісі. Сол салада. Содан кейін сол ептеп жүріп, жаңағыдай акробатикадан сабақ беріп, содан кейін кітап іздене бастадым, кітаптан қарай бастадым. Содан кейін өзім сөйтіп жүріп, кішкентай Нұржан деген ұлым бар болатын. Сонда гимнастикаға дайындадым, сахна шықты, сондай үлкен жетістікке, бүкіл осы Үржар ауданында халыққа танымал болдым, шын айтқанда. Қанша рет газетке шығып жүрдім. Бұл туралы 60 жасымда неменен туған күнім жасаған кезде осы газетке жазған болатын, осы менің өмірбаянымды. Бұл енді айтып адам жеткізбейді, музыка терапия деп жазды оның ішіне. Жаңа басып оқушыларды 15 шақты, 10 шақты балаларды дайындап, шпагат жаса, гимнастика жаса, цирк өмірімен айланысып, жаңағы денсаулықтарды жақсара бастады. Сөйтсе бұл денсаулық кепілі спорттың арқасында сол адамдарды ақырын сонымен емдеп, бара-бара қолмен емдеп, бара-бара құрамен емдеп, содан кейін 96 жылы барып, емшілік қасиетін барып зерттеп, бақылап, сол жерден документ алып, кәсіби емші Қазақстанның деп. Содан кейін ақырын ізденіс шартау арқылы Құрандарды кішкене меңгеріп, одан кейін 2 айлық оқуға барып, кішкене ілімді дамыту үшін Тілеубек қажы мешіті мына Семей қаласынан сертификатын алған болатынмын. Сол алғанның арқасында міне мешітте отырып жұмыс істеп жатқаныма өзіме де сенер сенбесін білмей, жаңа ғана аяқ басып жүрмін, ойдып жүрген жайым бар, осы жағдайым. Айта берсе адамның құпиясы көп қой, шексіз. Ал енді рахмет жауабыңызға. Ал енді мына сіз емшілік жұмысымен айналысқанда жалпы пациенттеріңіз енді көп болды ғой енді емделген сізден. Әрине. Сонда көбінесе қандай сырқаттармен, қандай сырқаттың түрімен келіп жатты адамдар, қандай сіз емдедіңіз, мысалы, емдеп жазып шықтыңыз? Бұл енді адамның негізінде бар ғой, біреуге ем, біреуге болмауы да мүмкін. Бірақ та дегенмен менде бір сонша жыл істедім, мысалы 20 жыл істегенде мөлшері бір 200 адам жазылды деп айтуға болады. Бірақ оның ішінде қанша адам жазылмады деуге де болады. Оның барлығы емес. Оның қалай келген ниетіне де байланысты, содан кейін сеніміне де байланысты Аллаға деген. Бізді енді бір әулие тұтып келуге болмайды әрине. Алла тағаладан бір себепші қылар деп ниетпен келген болса, ол адамның сүпіңде ем болып кетеді. Солай оқыған заттардың барлығы оған бір себепші болады.
Köbünесе endi kanday sırkatlarman kelip emdeldi sizden? Kanday sırkatlar emdeldi? Köbünесе tünde uyuktanmaydı, uykusuzluk bolup kaladı. Al endi Duganın küçü menen Kur'an menен emdewde ol endi jaňa kelge ne bar goý? Hatda urular, misалы bir jerde küldü basıp ketet, jaman жерди basıp ketet, laf sözler aytat, sodan birew okup taştayt. Solarda oşo Kur'an ayetlerinin kömegi menen kürdül awurlar жазылатында тек гана Kur'an'ı жақсы оқу арқылы ғана әсер етеді. Оның шипалы дұғалары бар. Мысалы айтқанда Subhanallah velhamdülillahi la ilahe illallahu ve akbar деп бастап дұғамызды оқып, ең бірінші осы аятын көрсін, үй аластаймыз, мысалы соған да шақырады. Кейбіреулер өзі ауырып болғанда үйінде тазалауға тура келеді. Сол кезде біз ауызбилахтан кейін Фатиха сүрені оқып, 7 рет аятын күрсін оқығанда үлкен қорған болып, содан жақсылық көріп, сіздің шипаңыз дарыды, үйім тазаланып, үйіме кіріс кірді дегендер болды. Ендігі сұрағымыз мына, көбінесе сіз қандай методпен емдедіңіз халықта, мына Құранмен дем салу арқылы ма, жоқ қандай методтар? Ол енді мен ең бірінші мына қасиетті Құран болғаннан кейін Құранды көп айтып кеттім. Негізінде енді Құран енді ол шындық қой, Алланың өзі де сөзі рас қой. Негізінде бұл әдістер бар. Әдіс деген қолдың биотогы. Адамда жалпы бәленбай нүкте бар адамның. Соның қолымыздан білетін нүктелердің барын басу арқылы адамның ағзасы бәрі ұйықтап қалады ғой, қан жүрістері жүрмейді. Арасында сол массаж бар, арасында және контакты без контакты деп айтады енді медицина термада. Қол тигізіп, қол тигізбей деген сияқты. Сол емдер арқылы қатты суық тигендерге сол кішетіп енурез деген аурулар кішетіп қояды балалар. Соны 2 бүйректен 10 минут, 8 көрден 10 минут, 20 минут, жарты сағат аралығында 3 күн емдесе, ол бері қарайды. Кейбіреуде сол бір емдегенде жазылып кететіндер де болады. Әр қалай. Енді мына бір айта кететін жайт, мына сіз осы жалпы бойыңызға енді сіздегі көп адамдар біздің мына осы ауылдың адамдары, мына Семей жақтың адамдары сізді енді көбінесе өте көп адамдар сізді таниды екен. Мына сіздерге енді бір ақын ретінде де сізді таниды екен, ақындық жағын айтады, сол жағын айтып жіберсеңіз. Бұл енді ақындық дегенде мен Үржан ауданында тұрсам да, ақындығымды бәрі біледі деп айта алмаймын. Кітабымды көрген адамдар, неткендер, көзбен көргендер ғана сенеді. Негізінде Семей алдында өзің айтқандай бұл жерде танымалмын деп айтуыма болады. Тікелей эфирлерге шығып жүрдім. Ең бірінші шыққан кезде сөйлей алмаймын, қорқып бүйтіп қарасам, коридордан қарасам, біздің шығып жатқанда бүкіл халық көріп жатады екен, бәлем, 10 миллион адам ба, қанша адам. Сол кезде шығып, ақырын барып пысып, одан кейін сұрақтарға дұрыс жауап бере бастадым ақырын. Адам қорыққан кезде, адам жаңа шайтан туралы айтамыз ғой біз. Мысалы, адамды байлап алады екен, адамды сенім болу керек, нық болу керек екен. Сонда ғана біз үлкен жетістікке жетеді екен. Өзіміз жету үшін де, адамды емдеп жазу үшін де, ол адам жазылады, ол адамға жақсы болады деп, соған біз қуып, бәрі күш қуатымызды береміз. Мысалы, басқа нәрсеге алаңдап тұрсақ, ол ем жүрмейді. Ол бүйіріс деген Алланың қуаты, ол көзге көрмейді, ол нұр Алланың. Мысалы, Аллам Құран оқып жатқанда әрбір аяттардың өзіндік күштері болады, онда пештелер болады. Сол пештердің көмегімен. Бірақ енді біздің ата-бабамыздың рухынан, ата-бабамыздан дарыған деп айтамыз, ол Алла таратпаса, ол өздігінен дарымайды. Оның барлығы Алланың қалауымен болады. Түсінікті. Енді мына жалпы сіз өзіңіз, мен сізді жаңа айттым ғой, көптеген халық адамдар таниды, мына халықтың сіз айтқан сөзі бар да, сіз жайлы. Ол кісі дейді жаңағы осынау. Нұрмолда ағамыз деген, сіздің есіміңізді кейде Нұрғазы деп айтады, бірақ көбінесе сізді Нұр емші, Нұрмолда деп атайды да көбінесе. Жақсы онда. Сөзімді айтты ғой. Сонан кейін ол кісілер айтып отыр, сізді көбінесе парапсихолог мамандығы бар, психолог мамандығы бар, өзі халық емшісі, ақын, жаңағы діни жағынан да саласынан өте білімі жоғары деп. Сонда енді жаңағы бойында қасиеті бар адам дейді да, сіз енді әулиелік сипаты бар деп те айтады мысалы. Енді әркім адам енді өз-өзімен әулием деп айта алмайды ғой, бірақ оны сырт көзге халық өзі баға береді де, әулиелік сипаты бар адам дейді. Енді сіздің осы жайлы не айтасыз? Осы қай уақыттан сізге осы әулиелік сипатыңыздың жаңағы қасиетіңіз қай уақытта дарыды, осының тарихын айтып берсеңіз, қай кезден бастап дарыды?
бұл енді тема төменнен бастайын. Мына кішкентай кезімде жаңа анашым туралы айтылып кетті ғой. Енді анашым менің бойыма даритынын аңғарыпты. Аңғарғанда кішкентай кезінде өзінен өзі сөйлеп жүреді екен де, құртымышқалар үйілген. Соларға қарап, анаған тоқашты ақырын үгіп беріп, мынаны өлтірмеңдер, бұның бастығы бар деп сөйтіп сөйлейді екен. Ол кезде мен кішкентаймын өте. Содан шешем айтты, мынаған қонады деген, ағалар балаңа қонады, балаң немереңе қонады деп айтқан екен. Содан ол кісі өзі ұстамағаннан кейін маған дариды деп, ол кісі сондай бір жағдайлар болды. Бір күні мынандай бір жұмбақ сырлар болды. Енді айтуға тура келді, өзіне реті келіп тұр екен. Нені бір күні қатты ауырып келдім, жұмыс істеп, кішкене өскен уақытым, енді иелерді, енді бойында қасиетімді, сол 96 жылдар сол неменен өз-өзіме сенбей жүрген кезде қатты ауырдым да, бір уақытта онда балаларым бар, Нұржан, нелерім, қыз балам бар. Солар шуласа далаға қуып жіберемін, далаға барым деді. Сөйтсем жақтыртпайын, қараймын, мен өмірден кететін сияқтымын. Сөйтіп ойлап отырдым да, бір уақытта шешеммен сөйлестім де, бір уақытта сылқ етіп жерге бірақ құладым. Одан кейін мен білмеймін ғой, шешем сол менің ұстайды екен де, қолымның тамырын ұстайды, қолым сұп-суық дейді. Содан кейін енді айтайын дегенде, ол кісінің иесі бар адам, ол кісіге білдіріпті, Алла тағала. Біреуге барып айтайын, дем салғызайын десе, айтпа деген хабар кетті ол кісіге. Құлағыма келіп сақадай түс дейді. Ол кісі жүрек арқылы сөйлесе береді. Соның құлағына сақадай түсті де, ана кісі айтпайды. Содан кейін жалғыз ұлым кетті ғой, енді ана жалғыз апайым бар ғой, Елтай. Сол жалғыз ұлымнан айырдым ау деп сөйтіп жылап отыра береді де, 3 сағаттан кейін саған сен жыбырлап, жаңағыда ауаз жұтып, қайтадан бұл өмірге келіп шөл дедім деп жан кіргеннен кейін суық су ішіп өліп тірілдім ғой деп қана айттым, басқа ештеме білмеймін. Осындай жағдайлар болған. Сол кезде адамның бойында сол кезде қатты қорыққанда стресс кезінде бар, қонады екен. Бұны білетіндер де бар, білетін адамдар. Яғни сіз енді сіз тарихыңызда бір өліп тірілген жайыңыз бар ғой? Сол ғой жаңағы иә болып отыр. Жаныңыз шығып қайтадан өмірге келген иә. Сонда ана қайтадан енді мен енді қайтадан жаным келді ғой. Ол кезде мен миым істеп тұр, ана өліп бара жатқанда не болатынын айтайын. Өліп бара жатқанда миым істеп тұрды, мен біттім ғой, демаламай қалдым. Болды, басқа ештеме білмеймін. Одан кейін қайта тұрған кезде деген ауа жұттым да, содан кейін өліп тірілдім ғой деп ауаны қайтадан сыртқа шығардым. Сонда шығып жатқанда өліп тірілдім ғой дегенде дауысым шықпайды, әрине. Өйткені әлсіреп өлген адамның бірден жан пайда болмайды ғой. Сол кезде деп барып соны айтып үлгердім. Су берші деп болды. Бұл сонда сіздікі, яғни медицина тілімен айтатын болсақ, клинический иә, уақытша. Биологический клинический смерть бар ғой, бірақ енді негізі уақытша өлмейді. Бұл енді бұны менің анашым айтуынша, өз ағалары айтып кеткен ғой. Ағашым айтқан бойынша бұл енді ие қонғанда солай қонады дейді. Мысалы сізге бір айтайын. Мына Ферқана бет мына көріп келдім, Ванга. Ванганың мысалы қатты ауырды да көзден айырылды ғой. Сондай бір нәрселерді, қауіпті бір нәрселер болады екен сондай. Содан кейін Алла тағала алмастырып, жаңағы бір жаман бір жақсы жүреді ғой Құранда. Сол жаңағы жақсылық албаты келмейді екен, оны да сұрауы бар. Мысалы біздің бір жақсылық болса, мен өзім шеше бар кезде қолына садақа беретін бір жақсылық болды. Ол кезде біз намазға шығу, ол кезде бізге мүмкіндік бермеді ғой. Сол кезде қасиет бар екен. Әкем, мен сен шешемін ғой, маған неге садақа бересің дейді. Тиын бер, сөйтем, ол кезде құнды ғой. Сол мамамнан күнде бат алып жүретін. Сол кезде сол бат алып жүрген жаман болған жоқ екен. Айтады ғой, күнде анашыңды сыйла, оны көтеріп жүр дейді. Кешке дейін ол кісіден бір ренжітіп алдым ба деп, кешке дейін батасын алып, ол кісінің нетіп жүретін, рахметін алып жүретінмін. Соның өзі бір қасиет екен, анашымды сондай жақсы көрдім. Одан кейін жаңағы бойыма қасиет қонды, қонған кезде шешем қатты ауырды. Есіме түсті. Қатты ауырып жатқан кезде шешеме қолына тәшбих бердім. Ля илаха илlallah Мұхаммед Расул деп. Ол кісі ля илаха илlallah, ля илаха илlallah деді. Айта берсін дедім мен. Алланың аты ғой. Соны айтты, бір 7 рет айтты, ары айта алмай қалды. Содан мен еститінмін. Ол кезде молдалардың артынан қалмай, ойында сол кезде діннің бір несі бар екен ғой, шалығы бар екен. Сонда тұрайтынмын, адамды қатты қинауға болмайды, өлген жатқанда деп еститінмін. Содан ана кісіні сөйттім де, содан кейін ана кісі бұрын әлгі кісеніп алысқа кетіп қалатыным бар болатын. Сол кезде сездім де жылап еңіреп, ана кісінің қолынан ұстасам, қолынан ұстағым келмей тұр, сөйтсем қоштасуға болмайтын сияқты, ол кісі кететін сияқты. Содан кейін мен ауыл жаққа кетіп қалдым, жақын жерге. Біреу машинамен келді, шешең сені шақырып жатыр деді. Шешем шақырып жатыр деп айтпа дедім. Шешем қайтыс болып кетті дедім, анаған сразу айттым шешемге. Өйткені мен оны қалай білдім де, бойыма қасиет енді қонған кез ғой. Өз-өзімді денесім, денелерім бәрі суық.
мүмкін жаңағы клинический болғаннан пайда болды ма андай қасиет. Денем сұп болып кеткеннен кейін білдім, мынау жақсы емес мынау. Жылу деген қуат қой енді. Сөйтсем анашыма көрініп тұр екен. Келсем қайтыс болды анашым. Сол кезде шығарған анашым маған қасиетін тастап кетті, мен ақындығын тастап кетті. Ақындығы болғанда мені ақындықты толық ұстадым деп айта алмаймын. Мен шешемнің айтуы бойынша таң атқанша су салма айтса екен. Менікі жазба ақын. Соның біреуін айтып көрейін, анашыма шығарған. Тура қатты қиналғанда шығарады екен ғой. Анашым, сен өлмессің, жүректесің, әрқашанда көз алға елестерсің, Алланың қолдауымен жебепмізді маңдайдан сипап жебеп жүрген дейсің. Бұйыртып өлең жаздым, еске алып, жылады ұл-қыздарың естен танып, тағдырлы жұлдыздамың солай болса, сабырлық сақтаймыз ғой іштен алып. Намаз оқымаған соң, қолға тәсбих мен бердім, Алладан кешірім сұрады, ля илаха де дедім. Соңғы бата бергенде үш деп әрен дем алдың, іште жатқан шерімді шығар алмай қиналдың дедім. Көрдің бе, Алла аузыма түсіріп тұрғаннан кейін. Сонда мына мен түсінгеніміз бойынша сіздің анаңызда енді тегі сол ата тегінен келген. Енді сіздің сөзіңізді бөлейін. Маған келіп жатқан сөзді бөліп жібереді екенсіз. Мына информация деген нәрсе бар. Тура сіздің ойыңыздағыны айтамын. Ол анашымнан нағашымнан маған дарыды ғой. Сонда шешемнен дарыған сондай адамдарды шешем барды. Осыны адамдар келген сайын айтып отырды, ол кісі айтады. Сонымен айтты, осы Құран ұстамасаң, саған жағдайың қиын болады. Түнде сен Құран ұста деп, қолыма Құран берді. Сол кезде мынандай бір өлең шығардым қолыма бергенде. Әбжаттың ілімі бар, бойымда үні де бар. Санама арабшаны дарытқан күні де бар. Жарықтық шешем менің, Құранға сүйенгенім, нағашым жебеп мені, аянмен үйренгенім. Бұл жолда ала берді, миыма сана берді, бойымды ие қысып, біртіндеп қона берді. Сөйтіп қатты ауырып, ие қысқан адамдардың көбін түсінбей жатып, сонда ие қысқан адамдарды да қарайын, оған бағыт бағдар беремін. Сонымен қазір парапсихолог, ұстаз деген атағым бар. Еңбегім бар бұл жағында. Енді нақты айтқанда, дәлелмен айтып кеп, аяғында өзімнің бойында қасиетімді өзім аса мойындамайтынмын. Енді қазіргі кезде сол Құран ұстағаннан кейін енді халқыма рахымдылық, қайырымдылық емдерінде арқалай қатты қиналған адамдарға жүргіземін. Жаңа сіз айтасыз, көп адам де. Бұл жерде көп адамдарға реклама жасамайын. Бірақ та маған махан не жақтан, Ақсуаттан, Аягөзден, Кирпі жақтан, Елтай жақтан сондай өзінің келіп емделетін пациенттерім бар. Қатты қиналған кезде солар өзімді тосып жүреді, қай жаққа кетсем де. Оған да шүкірлік. Сол негізінде қиналған адамдарға жәрдем беруге тырыссам, мүмкін кейін арнайы емге шығатын шығармын. Оған мүмкіндік жоқ, өйткені неге де қазіргі кезде біз ілім үйреніп, осы мешітте ары қарай міне мешіт ашылды, ары қарай дамытып ізденетін мүмкіндік туып тұрған кезде өмір деген өтеді, бір күн ажал жетеді. Міне деуменен сөйтіп күндер кетеді деп, алтын күндерімізді жоғалтып алғым келмейді. Сол себептен арнайы кісілердегі бәрі қазір күш салып отырған жоқпын. Төрт нұсқасында шәкіртім бар. Ол шәкіртім Құранды аударады және Құдайға шүкір мақтанған емес, өзі қажыға да барып келді. Bir күні сол шәкіртім бауыржан менің алдымда тұр, енді айтпасқа болмайды. Содан бір күні Құран оқып жатқан кезде дыбысын, мақымын, тоқтауын, тәжвидтің оқыған жерін көріп, сен осы Құранмен көтерілесің, жаман болмайсың деп айтқан. Иншалла содан кейін ымыраным неге барып, Мақаш ауданына барып, бірінші орын алып, ымыраны ұтып алып, барып кеткен жайың бар. Енді саған сондай сұрақ қойғым келіп, сол қажы барғанда қандай қуандың ба? Мен айтқанда жоқ, дегенде сендің бе, сенбедің бе? Сен осы Құраннан көтерілесің деген саған да сұрақ қойғым келеді. Өзімді таныстырып. Енді өзіңіз айтқанда, ол енді мен сіз айтқаннан кейін әрине былай соған жорыдым ғой. Енді ол сіз, мен енді сіздің адамдар сізді мына халық емшісі, әулиелік сипаты бар адамды айтып жүретін енді осы сауал мен білгем ғой. Бірақ сіз айтқаннан мен оны жорыдым, солай болатын. Значит, осы кісі айтты, Алла қаласа солай болады деп, енді оған мен сендім. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, осы Құранмен көтерілесің. Саған бір арасы бір ай ғой дейме, арасы көбінесе. Сол бір ай деп оқылады. Осым сіздің айтқаныңыз енді солай болды ғой. Қалай сіз айттыңыз, арасы бір айдан асса уақыт енді кішкене, бірақ солай болды енді. Мына сондықтан мен байқағаным, мына көбі сізді жаңағы әулиелік сипаты бар бағалағаннан кейін мен өзім сондайға өзім жетті де. Енді сіз мына
жаңағы айтып отырсыз ғой. Жаңағы әулиелік сипат деп айтамыз ғой. Бұл әулиелік деген бір талдап берсеңіз, сол неше түрі болады, жалпы сізді не үшін сізді әулиелік сипаты бар адам деп айтасыз? Сіз өзіңіз ой пікіріңіз. Енді халық көргеннен кейін айтады ғой, халық айтса қалт айтпайды дейді. Бірақ сіз өзіңіздің пікіріңіз, ойыңыз қандай? Бұл былай екен. Кейбіреулер мысалы әулиемін деп жасанды әулие болады ғой. Мен өзімді жоғары ұстауға қорқамын да, содан сыртынан қарайды екен де, жаңағы еңбегімен қарайды, Құранға ізденісімен қарайды, жасымның 64-ке келді деп ойламайды, сондай қатты ізденемін. Уақытым бәрі Құранға бөліп, уақытымның бәрін, бос уақытым болса, Құранмен ойласам, одан кейін бос уақыттар болса, жастарды спортқа тәрбиелегенді жақсы көремін, имандыққа тәрбиелегенді жақсы көремін, имандығының күшейсе екен деп. Соның өзінде де мақсат қойып қойған. Мақсат қойдым алдыма, періштелер жанында, намаз оқып сыйынсаң тазарады бойыңда. Құран сүре оқи келе, толар сенің көңілің, қорған болар Алла сөзің, намаз менен сенімін деп, осы Құран менен намаз арқылы көркейтімізді біліп, жаңа айттым ғой, осы салада, осы халыққа бұрынғы істеп жатқан әулие деп атап отырған себебі, сол мен осындай ізденіс жасасам да, өзімді қарапайым жаңа бастым деп жүргеннен кейін, және айтқан сөздерінің сәйкес келіп, тура келіп, жүрекпен айтып берген нәрселерім тура келіп, талай адамдар содан кейін бекер емес, әулиенің бір тұқымы, соның бір шапағаты бар деп айтқан абзал, өзінде әулие дегеннен гөрі. Шапағаты болғаннан кейін әрине ол бізге қонып тұр ғой. Оны ұстау біздің өзіміздің немізге байланысты, ақылымызға байланысты. Енді мына қазақта сөз бар, халық айтса қалт айтпайды дейді. Солай болып тұр да. Енді ол сіздің сыртыңызға қарап, ол халықтың баға бергені ғой, ол халықтың бағасы. Енді халық қалай бағаласа, адам солай болады онда. Мына енді әулиелік мына жағынан қандай тылсым бір сондай бір заттарды білесіз? Мына әулие жағында адам оның әрбіреуі әртүрлі қонады. Біреу орташа, біреу жоғары. Нақты сенің сұрақтарыңа келді. Орташалары, жоғарылары тұсаян арқылы көретіндер болады. Одан кейін тағы бір жоғарылар қабілеттер болады. Мысалы мен өзім кетіп бара жатып алатын хабарлар болады, кетіп бара жатып өлең жазатыным бар, соның барлығы бәрі сол қасиетке жатады екен ата текте. Содан бір қауіп қатерлер болып қалса, біреуге қарап, мысалы, сен садақа бер мүшесі жасында, Алла сені қорғайды деп айтқан күндерім болды. Соны орындағандар да болды, орындамағандар болды. Орындамағандар бір машинамен кетіп бара жатып, бірде мен автобуста кетіп бара жатып, мен машина тоқтап, резко құлап, жерге құлап түскендер болды. Қайтадан келіп маған келіп, мынаңыз рас келді деп, кейін садақасын беріп жүргендер болды. Одан кейін ішінде больницаға түсіп қалып, қиналған адамдар қан шығармай, осындай нетіп, құрбан шал, немесе осындай мал сой, түк жоқ болса, ол Алла көріп тұр ғой. Жоқ дегенде кісілерді әкеп бір Құран хатын шығарсаң дұрыс болады деп айтқан жағдайлар болған. Сөйтсе айтады ғой Құранда, Құран адам қорғайды деп. Расында сол қорғайды екен. Соған біз себепкер боламыз кейде. Оның өзінде соны естіп алып, сен тура айттың ғой, сен әулиесің деген сөздер айтады. Негізі дін бойынша адам өзін әулие санамайды, бірақ адам өзінің әулие екенін білмеуі тиіс, білмейді де. Вот көрдің бе? Бірақ сен айтасың, халық айтса қалт кетпейді деп, халықтың айтқанын айтып отырсың. Әйтпесе өзімізді айтудан біз аулақпыз негізінде. Вот сондай нәрсе. Енді мына біз өзі Алла Тағала 18 мың ғалам жаратты ғой, 18 мың ғалам жаратты дейді. Енді әрбір сөз бір әлем, адамның өзі бір әлем, аспанның жұлдызы өзі бір әлем, тылсым жағы өзі бір әлем. Енді қазір бұл сұрақтарға қайтып ораламыз бұл тақырыпқа. Бірақ бір қазір сұрақ мына түс мәселесі, түс көру, түс жору дегенде мысалы қандай деп айта аласыз? Ал енді түс жору болғанда көбінесе халыққа пайдалы жерлер болады, сондай сұрақтар болуы мүмкін. Түсті кез келгенде салтырақтап қалай болса айта салуға болмайды. Түс аяндар береді, асырап санақ келеді, жорта білсең жақсылық, амалдарың төгеді деп. Осы шумақтарда нақты сөздерді айтып кеткен. Түсті көрген кезде жаңағы молдаларға, содан кейін дұға арқылы қабыл болады ғой. Одан кейін жақсы білетін адамдарға жортқан абзал негізінде. Оны енді қалай болса жолтатын болса, ол аян деген бір бөлек, жай ғана түс көрген бөлек. Мына шайтани түстер болады. Әсіресе мына таңға жуық намаз оқитын уақытта тұрамыз ғой, сол уақытта қарсы көрген түстер аян болады. Соның өзінде жорта білу керек. Қайсысы аян, соны жақсы жорта білетін адам болады. Енді өз басымыз қасиет қылғандыққа кез келген түсті жору қабілетіміз енді баршылық негізінде.
Ол жағынан талай адамдар келіп сұрап жатады, тек қана жаман нәрселер анау мынау болса, садақтаңды бер, Аллаға сыйын, не болмаса намазды оқымай жүрген болса, 2 рақат намазға оқы деп, кішкене жеңілдігін берді, не болмаса калиматун тайбат ла илаха иллаллах, калимату шахадат, ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуһу расулух деп айтып жүрсең абзал болады деп, соның қазақшасын жазып беріп, сөйтіп жаттатамын. Сол арқылы жақсы болады иншалла. Ал енді мына әулие деген сөз мағынасы соны талдап айтып берсеңіз, әулие дегенде бұл енді былай айтқанда, Алла тағала әулиенің шапағаты деп айтады ғой. Қасиет жерге баруға болады, тағзым етсең, Алладан мен де сондай боламын деп, сол аруақтың разылығына Алла үшін оқитын болса, жаңағыдай, онда шапағат бар. Өйткені онда шапағат болатыны әулиелерді Алла тағала оны не қылған, жақсы көрген, жақын тартқан әулиелерді негізінде. Сондай. Сондықтан Алла тағала соларға не бар, солар арқылы өндіру тақтарына сол әулиелердің қасиеттерін үрім бұтағына қондырып жатады. Солардың тілектерін қабыл. Олар да тілейді екен, тірі кезде тілеген. Біздің балаларымыз намаз оқыса екен, Аллаға сыйынса екен, жаман жолға түспек екен деп тілеп, дұға оқып, бала шағаны Алладан сұрайды. О дүниеге барғанда да адамның ұрқы өлмейді ғой. Бұл жерде де бізге тілек тілейді. Себебі неге мазарға барамыз? Олар да тілейді. Үрім бұтағым келіп, маған Құран оқып жатыр деп, ол қуанады. Бір ұнайды деп қазағымыз айтып жүрді ғой, сол сияқты ол дін бойынша айтатын болса, олар оған разы болады. Оларға не керек? Оларға тек қана сол Құран ғана керек. Басқа дүние керегі жоқ. Жақсы. Түсінікті. Мына енді тылсым заттар құпия, мына космос әлемі дейді ғой мысалы. Парапсихология негізі бәрі сонымен бірге бір тармақтас бола ма? Біз білеміз, мына қожа Зиярдан деген ағамыз болған, сол емшілік қазір. Тармақтар саған медицинский термин бойынша айтайын, биоэнергия де болады. Биоэнергия деген бойындағы биоток арқылы емдейді, әр адамда болады. Одан кейін аруақ қонған дейді. Аруақ қонған деген былай болып тұр. Ол енді аруақ қонған деген өзінің ата тегінің ақындығы қонады, емшілік қонады, соны аруақ қонған деп, солай деп айтылады. Ата тектен оқылған деп. Аруақ қонған, аруақ барзақ әлемінде болады бізде ол. Аруақ қонғанды тікелей түсінуге болмайды ғой. Аруақ қонғанда аруақ ол уже о дүниеде ғой, ол барзақ әлемі дейді, ол келеді. Соны Алла тағала соны қондырады Алла тағала. Содан кейін бар сөзінің ата тегінің жақсы тектік қасиетін дарт деп сұрау керек екен Алладан сұрағанда. Тектік қасиет. Егер біз ата тегіміз мысал келтіретін болса, түйсіктіріп айтайын. Ата тегіміз арақ ішіп, қалай болса солай болған болса, соның жаңағы ұрқыменен артындағы ұрпағына көрсетіп қойып қинайды екен. Сол үшін біз о дүниені ойлауымыз керек. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол жаңағы тектік қасиет қонады дегеннің несі дәлелі осы. Ол ата тегін Құран ұстаған болса, көбін байқайсың ғой. Ата тегі суды теріс аударған Құран оқыған десе, соның үрім бұтақтан қараса көбінесе намаз оқып жүреді, дұрыс жолда жүреді. Енді ата тегін осындай арақ ішіп кеткен, өйткен бүйтетсе қарасам, рас соның бір ұрпағына болмасын, бір мысалы 5 баласы болса, соның 1-2-і міндетті түрде соның жолын ұстайды екен. Көрдіңіз бе? Ал мысалы мен нағашы жақтарымды ұстадым. Нағашы жағымды ұстаған кезде менде бақсы деп, бақсылық ондай қиындау болады екен. Одан кейін әке жағым Құран ұстаған. Сол Құран ұстаған жағы сол нағашы жағымның ақындығын ғана қолға алып отырмын. Өйткені өзім соған қарай бойұсындым. Қайсын бойұсынса, соны береді екен Алла тағала. Оған өзің ықылас қоясың, соны Алладан дұғамен сұрайсың. Береді, Алладан шын сұрасаң береді. Сондай жағдай. Оның барлығын ұстау мүмкін емес. Мысалы, сен кейде айтасың маған, сен баянда да ойнайсың, домбырада ойнайсың. Баян мен домбыраны ойнай берейін, ансамбльге шығайын. Ертең күні Алланың алдына барғанда жаңағы бойындағы дарын бар, дұға бар. Біреуге үйреттің бе, біреуге бір әрбір үйреттің бе дейді. Ертең ілімді үйретіп, ұстаз болып жүрсек, жаман болмаймыз ғой. Ан жаққа барғанда есеп бергенде біздің сол жемісіміз сол жақта алдымыздан шығады. Қалған бәрі артта қалады, нақыл жақсылығымыз ғана бірге кетеді. Ал енді мына сіз осы Құран жайлы бір шығарған өлеңіңізді айтып беріңізші, жалпы Құран оқу, Құранның нұры жайлы айтып беріңізші. Өлеңіңізден бастап. Құран оқу өлеңдері солар сенің жүрегің деп бір айтып берді ғой. Құранға шығарған бір өлеңдер бар. Мұхаммед пайғамбардың туған күндерінде жазып жүрдік, эфирге шығып, Семейде осы мына Тыныш қажы деген болды. Одан кейін мақсат деген болды, сөз жүрді басқарып. Сол кезде біздерді діни өлеңдерді міндетті түрде тексереді. Өйткені Құраннан қашап кетуге болмайды ақын болғанымен. Бізде діни сауаттарымыз
соған жақын болғандықтан осындай өлеңдерімізді бір тексереді да содан кейін шығаруға мүмкіндік береді, содан кейін теледидарда шығарады мына Семей қаласында. Сол кезде шығарғандарым бар. Жазудың өз сыры бар, сыйы да бер, Алла берген әр сөздің құны да бар, түбінде ерекше асыр болса табиғи тылсым күштің нұры да бар. Алла десең ақтайды, жаман қылып жатпайды, мұра болып қалсын деп жазып қойсаң сақтайды. Мысалы біз өрнегі барғанда сұрақ қояды, 18 мың ғалам, шайтанда барлығы жауап есеп береді екен. Сонда шайтан айтады екен, сен мені өлтірткенсің деп шайтанға адам айтса, мен сені қолмен апарып өлтірткен жоқпын, мен саған тек қана миыңа санаңа салдым, сен өзің өлтірдің дейді екен. Сөзінде махшарда жиылғанда күн тыйылып тұтылар, күнә қарлы ісімменен кімдер қашып құтылар дегенім, олар да қашып құтыламайды екен. Сондықтан біз үш сұрақтарға жауап береміз. Жоқ дегеннің өзінде кімсің десең мұсылманмын. Қалайша мұсылман келдір иман келтірумен, кімнің үмбетімсің, Ибрахим, Мұхаммед пайғамбардың үмбетімін деп айтсақ жеңіл болады екен. Дінің кім ислам деп, қашаннан бері мұсылмансың деген сөздер болса, әлмисақтан бері деп, кәлима шахадаттарымызды айта алсақ, иншалла, онда біз о дүниеде ең үлкен бақыт деп санаймын. Бұл дүниеде бала шағаларымыздың рухани байлық беріп, бала шағамыз аман болса, халқымыз тыныштық болса, одан үлкен бақыт жоқ деп тілеймін. Аллахдан рахым болсын, пайғамбардан шапағат болсын. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Тау болсын. Болды, анау түсті анау басқа ананы бүлдіріп аламыз. Мен бүлдірмей бітірдім қайта. Сіздер теріп аласың ба? Ішінде бір жақсы нәрсе